Қайырлы күн, құрметті көрермен, Алматы облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ұйымдастыруымен подкастымызды бастаймыз. Біз болашақты бүгіннен бастап жоспарлауға көмектесетін өзекті тақырыптарды талқылайтын боламыз. Соңғы жылдары елімізде тұрғын үй алу тетіктері өзгеріп, жаңа бағдарламалар іске қосылуда. Осы тақырыпта халықтың сұранысы өте көп. Бүгін бізбен бірге осы саланың маманы, Отбасы банк Алматы облыстық филиалының директоры Уласбеков Қуаныш Серікұлы. Қуаныш Серікұлы, қош келдіңіз. Бүгін бізге сұхбатымызға келгеніңізге алғысымыз шексіз. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Шақырғаныңызға рахмет. Соңғы уақытта Отбасы банк айналасындағы жаңалықтар, жаңа заңдар, цифрлық жүйелер, порталдар туралы жиі еститін болдық. Жастар да, отбасылар да осы банкке үмітін артып отыр десек те қателеспеймін. Ең бастысы жүйені түсініп, қай бағдарламаның кімге тиесілі екенін анық білу. Бүгін осының барлығын тізіп, тарқатып, шынайы мысалдармен сөйлескіміз келеді. Бастайық. Ең өзекті жаңалықтан. Қазіргі жаңа заң бойынша 18 жасқа толған әр азамат тұрғын үй кезегіне тұра алады және төмен пайызбен үй алуға мүмкіндік бар дейді. Осы шартты қалай нақты жұмыс жасалынады? Өзіңіз қазір айтып кеткендей, осы жылдан бастап енді кезекке тұрғызу Отбасы банкінің сайты арқылы жүреді. Өркен деген. Оған кезекке тұру үшін ең басты шарт атыңызда соңғы 5 жылдың ішінде үй болмау керек. Осы бір шарт орындалса, онда кезекке тұруға болады. Ары қарай осы шарт өткеннен кейін басқа да сұраныстар болады. Соларға сәйкес келсеңіз, мысалы үшін Алматыға кезекке тұрам дейсіз. Ол үшін Алматы қаласының пропискасына тұру керек. Ол екінші шарт. Бірінші шарт соңғы 5 жылдың ішінде үй болмау керек. Екінші шарты осы Алматы қаласында үй алам десеңіз, кезекке тұрам десеңіз, сонда сол жердегі пропискаға тұру керек. Осы ең басты шарт. Ал жалпы Отбасы банк арқылы қазір қандай бағдарламалар қолжетімді? Бұрын болған, бірақ қазір тоқтатылған бағдарламалар бар ма? Тек жастарға ма, әлде бүкіл? Жалпы. Жалпы. Бізде бірнеше өзіміздің негізгі бағдарлама бар. Ең бастысы өзіміздің негізгі бағдарламамыз, ол нарықтық бағдарлама, 50-50 деп атаймыз оны. Ол жерде 50% жинасаңыз, депозитіңіз 3 жылдан асса, және ОП дейміз, оценочный показатель, 16-дан асса, онда сіз 3,5%-дан бастап 5%-ға дейін үй алыңыз. Ол біздің негізгі бағдарлама. Бірақ өткен жылдан бастап президенттің өзі атап кеткендей наурыз бағдарламасы шыққан. Ол жерде Алматы, Астана, Шымкент қалаларында 36 миллион теңге дейін, қалған өңірлерде 30 миллион теңге дейін пәтер алуға болады. Ол жерде де ең бастапқы шарты, ол соңғы 5 жылдың ішінде сізде үй болмау керек. Егер де осы шарт орындалса, депозитіңізді ашасыз да, біздің конкурсқа қатысып, осы үйге ие боласыз. Жаңа айтып өттіңіз ғой, наурыз бағдарламасы қай уақытта тиімді болады? Қай уақытта тиімді? Енді ол 8 жылға арналған бағдарлама. Өткен жылы мысалға өтпеген кісілер, азаматтар келіп көп күрсінді. Мен өтпедім, мен не істеймін деп. Біз ондай кісілерге түсіндіреміз. Қайғырмаңыз, қайғыратын жағдай емес. Бұл бағдарлама 8 жылға арналған. Одан көрі депозитіңізді ашып, оған ақша толтырып, шама жеткенше ұпайыңызды жинай беріңіз. Сөйтіп, өткен жылы мысалға өтпеген азаматтар осы жылы өтіп кетті. Осы жылы өтпеген азаматтар келесі жылы біз қыркүйекте тағы да конкурс жариялау мүмкінбіз. Оған қатысып, онда өтіп кете алады. Ал енді сіз сұрақтың басында тағы да қойған дедіңіз, қандай бағдарламалар өз күшін жоғалтты деп. Бізде осы наурыздан басқа тағы да наурыз жұмыскер деген бағдарлама шыққан, дәл осы жылы. Ол тек қана жұмыскерлерге арналған бағдарлама. Мысалы үшін біздің Алматы облысы бойынша бізде 98 осындай жұмыскер мақұлданды. Оған қоса біз тағы да үлкен және
шағын компанияларға шығып, осы бағдарлама жайлы айтып, бізде бірнеше өзіміздің кәсіпкерлер өздерінің жұмыскерлеріне алғашқы жарна ретінде ақша берген. Сен осы бағдарламаға қатыс деп. Сондай бағдарламалар бар. Ал күшін жоғалтқан, олар жоғалтты деп айтамайын, бірақ біз бақытты отбасы мен шаңырақ деген екі бағдарламаны біріктірдік. Оның жаңа аты, жаңа концепция. Ол жерде 2 немесе 5%-ға кезекте тұрған азаматтар осындай несиеге ие бола алады. Мысалы үшін, осы жылдың басынан бастап бізде Еңбекші Қазақ ауданында 142 пәтер осы бағдарлама арқылы 2 немесе 5%-ға азаматтарға таратылды. Жақсы. Осы банк салымшылары үшін жылдық сыйақыдан бөлек қандай қолдау немесе қосымша жеңілдіктер қарастырылған отбасы банкі арқылы? Енді өзіңіз біздің тыңдармандардың көбісі білетіндей, отбасы банкте сыйақы ставкасы төмен. Бірақ ол тек қана ставкаға қарамай, мен әңгіменің басында айта кеттім. Наурыз сияқты бағдарламалар, олар жиналған сомаға қарамай, басқа шарттарға да қарап, соларға қатыссаңыз, пәтерге ие бола аласыз. Бірақ ең бастысы негізі бізге келіп, біздің агенттерімізге шағымданып, біздің сайтымызға кіріп, TikTok-тағы, Instagram-дағы парақшамызға мұқият қарап, тыңдасаңыз, көп ақпаратқа ие боласыз. Алматы облысы біз жаңадан құрылған облыспыз. Біздің аймақта банк арқылы берілетін жаңа тұрғын үй кешендері көп пе? Алматы облысы жаңа құрылды. Сонымен қатар біздің филиалда былай облыспен бірге құрдаспыз. 2 жылдан шамалы астық. Бірақ оған қарамастан бізде салынып жатқан үйлер көп. Көбінесе Алматы қаласының төңірегінде және Қонаев қаласында шоғырланған. Бірақ 5000 пәтерден астам Алатау қаласында Нестрой деген компания үйлер салып жатыр. Жеткілікті. Жақсы. Ал қазір жастардың баспана мәселесі ерекше бөлек тақырып. Жастарға арналған қандай нақты бағдарламалар бар? Жас шектеуі талаптары қандай? Енді сұрақты шамалы тереңірек қозғасақ, мысалға 23-24 жылдары әдейі жастарға арналған бағдарламалар шыққан. Аттары Алатау жастары дейтін еді. Мысалы үшін өткен жылы 58 осындай жас жанұя пәтерге ие болды. Биыл әкімшілік тарапынан 3 миллиардтан астам сома бөлініп, біз өз тарапымыздан тағда 600 миллион теңгеден астам сома бөлініп, тағда осындай бағдарламаға қаражат бөліп жатырмыз. Бірақ оның аты енді Алатау жастар емес, Алатау. Оған жастар да қатыса алады, және әкімшілік таңдаған азаматтар саны да қатыса алады. Ал жас шектеуі талаптары қандай? 60 жасқа дейін. 60 жасқа дейін, бірақ жастар да қатыса алады. Жастарға шектеу жоқ. Ал несие рәсімдеген кезде осы бастапқы жарнаға да пайыз есептеледі дейді. Бұл неліктен халыққа бұл жиі түсініксіз болып жатады? Бұл негізі ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Басқа екінші деңгейлі банктерден біздің бір айырмашылығымыз бар. Олар мысалы ұлттық банктен ақшаны қарызға алады. 16,5%-ға қазіргі уақытта. Біз өз қаражатымызға бағдарламаны шығарамыз. Біз ұлттық банктен қарыз ақша алмаймыз. Сондықтан да бізде мысалға тек қана банктен алған ақшамның бөліміне төлеу үшін 3 шартты орындау керек. Бірінші шарты депозитіңіздің ашылған күйі 3 жылдан асу керек. Екінші, керекті соманың 50% жиналу керек. Және үшінші шарты ОП-іңіз 16-дан кем болмау керек. Сонда сіз 3,5%-дан 5%-ға дейін несие аласыз.
Ал ол шарттар орындалмай жатып, біздің схема мынандай. Сіздің алған депозитіңіз бізге залогқа кіреді. Біз сізге 100% өзіміздің қаражатымыздан несие бөлеміз. Ол 8,5%-дан 11,5%-ға шейін. Сіздің сонымен график беріледі сізге. График берілген кезде сіз мынау бірінші берілген несиені төлеп, сонымен қатар мынау өзіңіз қойған депозитті толықтыру керексіз. Ол депозиттегі қаражат 50%-ға жеткен кезде, ол шамалы 3 уақыттың ішінде жетеді, 3 жылдың ішінде жетеді. Сізге төмен пайызбен несие береміз. Түсініп жатсыз ба? Түсініп жатырмын. Ал осы жерде салымшының төлем қабілетін қалай банк бағалайды? Қандай құжаттар немесе көрсеткіштер ескертіледі? Біз Қазақстан Республикасындағы бүкіл қаржы ұйымдар сияқты өзіміздің критерийлеріміз бар. Өзіміздің ішкі саясатымыз бар. Ең бірінші адамның табысын қараймыз. Одан кейін ол табысты өзіне, жанұя мүшелеріне бөлінетін шығындарды қараймыз. Одан кейін басқа несие бар жоғын қараймыз. Одан кейін ол несиенің тарихын қараймыз. Ол просрочкаға шықты ма, шыққан жоқ па, жалпы тарихы қандай. Содан кейін шешім қабылдаймыз. Кредиттік тарих міндетті түрде жақсы болу керек, иә? Ол соңғы 6 айдың ішінде тағда пенсиясын қараймыз, бөлінген пенсионкасын. Сондықтан да осы шарттарды мұқият орындасаңыз, онда бізден мақұлдану мүмкінсіз. Ал мысалы бағдарламаға мен қатысып мақұлдық алдық дедік. Енді нақты үйге қол жеткізу үшін қандай кезеңдерден өтуім қажет болады? Енді мысалға наурыз ретінде келтірейін. Сіз мақұлдандыңыз. Сізге 6 ай беріледі. Осы 6 айдың ішінде сіз пәтер табу керексіз. Пәтер таптыңыз. Оның оценкасын жүргізесіз. Одан кейін нотариал түрде келісім шартқа отырасыз. Ол шарттарын өткеннен кейін бізге қайтып келесіз. Біз екінші адамға ақша бөлеміз. Ал егер портал арқылы үйді алдын ала броньдау қажет екен, бірақ кейде клиент қалаған үй порталда болмайса, мұндай жағдайда не істеуге болады? Негізі порталдың шығу себебін айта кетейін. Біз нарықтық мемлекет болғаннан кейін бізде көбісі осы үй салушылар өз бағасын қояды. Біреуде мысалға 1 квадратқа миллион теңге болса, екіншісінде одан 2 есе аз. Өзім білем деп айтады ғой. Осындай бағаның өспеуіне өзімізден бір ықпал ретінде осы баспана маркет сайты ашылған. Біз осы баспана маркет сайты арқылы бағаны қадағалаймыз. Ал егерде мысалға сіз таңдаған пәтер баспана маркет сайтында болмаса, онда бізге келіп хабарлайсыз. Мен осындай пәтерді, осындай үйден алмақшымын. Содан кейін біз ол салушымен өзіміз хабарласып, дәл сіз таңдаған пәтерді баспана маркетке кіргізіп, ары қарай жаңа айтқан жолда өтеміз. Тиімді екен, ал осы отбасы банкта аралық несие деген бағдарлама жайлы көп айтылмайды. Ол нақты қандай жағдайда тиімді? Ол негізі әңгіменің сәл алдында мен айттым, ол 3 шарт. Осы 3 шарттың біреуі бұзылса, онда аралық бағдарлама беріледі. Аралық несие беріледі. 8,5%-дан 11,5%-ға дейін. Ал ол берілгеннен кейін, 3 жыл өткеннен кейін, сіз осы тұрғын үй займына өтесіз. Ал осы отбасы банктан мақұлдық алдық. Жаңадан салынған үй тиімді ме, әлде екінші нарықтағы пәтерді алған қалтаға жеңілдірек болады ма? Көп адам осыны таңдай алмай жүреді ғой. Қалай ойлайсыз? Біріншіден енді қалтаға қарай. Бірақ наурыз бағдарламасы бойынша облыстық центрлерден Қонаевтан біз тек қана первичкадағы үй аламыз. Сіз қандай көлік таңдайсыз? Жүрілген көлік пе, әлде жаңа? Әрине жаңа. Адамдарға да осындай бір қызықтық шығар. Біреуден кейін емес, одан кейін ремонт істеу емес, таза ешкім тұрмаған үйге тұрған қызығырақ шығар. Жақсы, иә.
Ал осы отбасы банк клиенттері үшін бірыңғай зейнетақы қорындағы арнайы шотта қалай ашуға болады? Ол тіптен оп-оңай. ЕНПФ отбасы деген сайт бар. ЭЦП-ңіз бар болса соған кіресіз. Кірдіңіз, бірінші сатында сіз шот ашасыз ба деп сұрақ сұрайды. Я деп бассаңыз ары қарай ашыла береді. Негізі ол зейнетақы шоты, егерде сізде зейнетақыңыз жеткілікті мөлшерде болса, оның үстіндегі ақшаны сіз мысалға емделуге, өзіңіздің үйлік жағдайыңызды жақсартуға жұмсасаңыз болады. Депозит, берілген займның төлемақысын осы ЕНПФ сайтының мөлшерінен тыс ақшасын жұмсасаңыз болады. Сондықтан да мысалға ол үшін біріншіден айлығыңыз жеткілікті болу керек, және жеткілікті болып өзіңіздің жасыңызға қарай ЕНПФ-тің белгілеген мөлшерінен ақшаңыз асырақ болса, тым көбірек болса, онда сіз осы ақшаны емделуге, үй алуға, ремонтқа жұмсасаңыз болады. Отбасы банк арқылы. Ал осы тұрғыдан отбасылық пакет туралы айтып жүрсіздер ғой, негізі әр отбасы мүшесіне жеке шот ашып, ай сайын ақша қаражат қаншалықты жинау пайдалы? Енді қараңыз, бізде депозитті Қазақстанның әр азаматы еқандасы аша алады. Ашқан кезде біздің шарттарымыздың бірі, мысалға 200 МРП-дан аспаған ақшаға сізге мемлекет тарапынан сыйақы бөлінеді. Өткен жылы ол 176 мың теңге болды, 156 мың теңге болды. Енді ол тек қана бір депозитке бөлінеді. Ал егерде сіз әйеліңізге, бала-шағаңызға, туған-туысқандарыңызға ашсаңыз, соларға да ол депозиттерде ақша болса, керекті сомада, оларға да мемлекеттік тарапынан сыйақы бөлінеді. Одан кейін адамдар не істейді? Олар депозиттерін келіп біріктіреді. Біріктіргеннен кейін тиімді қолданады. Ал негізінде шындыққа келсек, мен қазір депозит қорын аштым делік отбасы банктан. Осы тұрғыдан бір жыл есебінде үй алуы мүмкін бе, немесе 3 жыл күтуім керек бе? Сізге мысалға аралық займ алсаңыз болады. Ол жерде егерде сіз керекті соманың 50%-ын жинасаңыз, және 6 айдан кем емес уақыт ол ақшаны біздің депозитте ұстасаңыз, онда сізге 8,5%-дан 11,5%-ға дейін займ бөле аламыз. Және мысалға біз Алматы облысында осыдан бір ай бұрын бір Нестрой компаниясымен бір жобаға келісімшартқа қол қойдық. Ол жерде мысалға сізде 50%-ыңыз бар керекті соманың. Бірақ тұратын жеріңіз жоқ. Отбасы банк сізге 6 ай болмай, сізге займ бере алмайды, мақұлдай алмайды. Бірақ сіз бір жерде тұрғыңыз келеді. Міне осындай азаматтарға арналған бағдарлама. Нестрой компаниясы Алатау қаласында, Алатау Гейт-Сити қаласы. 20 пәтер бөлді осы жобаға. 50%-ыңыз болса, онда келіп, сол кез келген пәтер таңдап, сол жерде тұрсаңыз болады. Арендаға ақшасын төлемей. 6 ай өткеннен кейін, сіздің ОП-іңіз 5-ке жеткеннен кейін, біз сізге осы пәтерді сатып алуға займ бөлеміз. Ал конкурс кезінде депозиттің мерзімі маңызды рөл ойнайды ма? Ұпай қалай есептеледі? Ұпай әр сыйақының әр 1000 теңгесіне 1 балл қосылады. Сондықтан да біз негізі осы Қазақстан мемлекетіміздің азаматтарын депозитті ашып, ақша жинау ережесіне үйреткіміз келіп жатыр. Сондықтан да ашылған уақыты және жиналған сомасы әрине өте маңызды. Ал жалпы айтқанда, ай сайын қанша көлемде қаржы жинау ұсынылады? Енді адамдар келіп сұрайды, мысалға қанша салайын дейді. Енді қалтаңызға қарай, тамаққа да қалатындай, басқа да қыдыратын жеріңізге қалатындай, өзіңізге зиян етпейтін соманы толықтырыңыз. Әр адамның өзінің сұранысы бар.
бірақ депозит толтыруға ең бастысы ұмытпау керек. Ал не себепті отбасы банк терминалдарда тоқтатылды? Бізде банкпіз ғой, бізде қаржы ұйымбыз, бізде тиімді, тиімсіз шараларды тиімді болса сол жаққа өтеміз, тиімсіз болмаса ол бағдарламаны жобалар жабамыз. Біріншіден бізге ол тиімсіз болып шықты. Неге? Себебі бізде бірінші касса бар. Касса істеп тұр. Екіншіден, анау терминалдарды инкассациялау керек. Ол да пәленбай ақшаны керек етеді. Сондықтан да біздің Алматыдағы бас офис ары ойланып, бері ойланып, терминалдарды жабуға шешім қабылдады. Бірақ басқа екінші деңгейлік банктермен бізде келісім шарт бар. Олар комиссиясыз отбасы банктегі депозитті басқа банктер арқылы толтыруға мүмкіндік бар. Ал осы жылдан бастап отбасы банк терминалы тоқтатылды, Осы жылдың басынан бастап біз терминалдармен жұмыс істемейміз. Жақсы. Ал осы тұрғыдан ақыл білім беру туралы, депозиті туралы да сұрағым келіп тұр. Бұл шотты бала қай жастан бастап ашу тиімді? Бұл 5 жастан 18 жасқа дейін. Бұл таза осы 5-тен 18-ге дейін арналған бағдарлама ақыл. Қазір аты келешек. Біріншіден, ең бірінші ашқан кезде мемлекет тарапынан 235.920 теңге келіп түседі счетқа. Оның екінші шарты, депозит ашқан кезде депозитіңізге 11.796 теңге құясыз. Содан кейін мемлекет тарапынан осы айтылған 235 теңге келіп түседі. Ата-аналары ай сайын 24 МРП толтыру керек. 18-ге толғаннан кейін ол депозитті сіз өзіңіздің оқуыңызға жұмсайсыз. Өзіңіздің үйлік жағдайыңызды жақсартуға жұмсайсыз. Тиімді депозит қор екен. Осымен Қуаныш Серікұлы, тыңдармандар үшін өте құнды ақпарат айттыңыз, әсіресе жас отбасылар үшін нақты бағдарлар бердіңіз. Құрметті осымен тыңдармандар, Алматы облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінің ұйымдастыруымен подкастымызды тәмамдаймыз. Подкастты бөлісіп, сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желіге қалдырып кетсеңіз болады. Қуаныш Серікұлы, сізге үлкен рахмет айтамыз. Сізге де рахмет.